Ассалаумағалейкум, қадірменді достар, бокс жанкүйерлері, боксты жақсы көретін, боксты сүйетін біздің отандастар. Міне мен қолымда мынау менің кітабым. Менің атым Әли Қамбаров. Мен жазған кітабым, бұл 22-ші жыл шыққан кітап, қазақ бокс әліппесі. Қазақ бокс әліппесі бұл боксшылар мен жас бапкерлерге ұсынылған жұдырықтасудың теориялық, әдістемелік түсініктеме құралы. Екі ауыз сөзбен айтқанда, бұл қимыл өнер меңгерудің алғашқы қадамдары және айла шеберлікті шыңдау жолдары. Оның қазақи таным тұрғысынан берілген әдістемелік оқулық. Міне, бокс турасында негізгі қажетті делінген ақпарат толық берілген. Қимыл қозғалыс пен шеберліктің қыр-сыры тарқатылып, жұдырықтасудың айла тәсілдері ашылады. Бокстың ережелері, айла амал, әдіс тәсілдердің түсіндірмелері мен анықтамалары ұғынықты тілмен беріліп, жеңіл және өте қызықты оқылады. Сол себепті қазақ бокс әліппесі жас былғары қолғап шеберлері мен жас бапкерлер үшін таптырмас дүние. Аталмыш кітап қазақ балаларына бокстың негізін үйрететін кітап болуына сенім мол деп мен бұл кітаптың бастамасына жазған. Бұл кітаптың жалпы шығу тарихына келсек, бұл кітап 20 жыл бұрын негізі басталған. Сол кезде әртүрлі өзімнің күнделіктерінде жазып, жаңағыдай әр жаттығуларды енді бапкер болғаннан кейін алдын ала дайындалып, жаңағыдай жаттығуларды жазасың, дайындықтардың бәрін. Сол күнделікті жазылған дайындықтар менде бір 10 шақты кітап бар. 10 шақты кітап емес, енді 10 шақты күнделік. Бұл 10 жыл бойы жиналған күнделіктер менде сақталған. Сол күнделіктерді қарап отырып, ақтарып отырып, мен түсіндім бұл кітап дайын тұрған. Себебі сол жердегі мәліметтер, сол 10 жыл, 15 жыл бұрын болған жаңағыдай тұжырымдар, менің ойларым бокс туралы. Соның бәрі сол жерде жазылған. Соны қарап отырып, мен түсіндім бұның кітап дайын болған. Енді оны жазу үшін мен шамамен 4 жылдай жұмсадым. 4 жыл бойы мен оны қайта жазып, оны адамдармен, өзімнің әріптестермен ақылдасып жүрдім. Оны мына сіздер білетін Тұрсынғали Еділов деген жаттықтырушы бар. 2000-шы жылдары Сеулге барып, Австралияға барып, Сиднейге барып 4 медаль алып келген, 2 чемпион шықты. Оның біреуі Ибраимов, біреуі марқұм Бекзат Сатарханов. Одан кейін Болат Жұмадилов пен Ділдәбеков. Міне 4 медаль болған. Сол кісімен енді ол менің досым, жақсы араласатын. Оған да көрсеттім. Оның батасын алдым. Ол менің кеңесшім. Одан кейін менің досым, інім Марат Жакиев. Ол да атақты жаттықтырушы. Маңғыстау бокс мектебінің негізін қалаушы, өте тәжірибелі, мен сыйлайтын адамдар. Ол да мен кеңесшім болды. Енді мына пікір жазғандар Еділов жазды, Айтжанов Мырзағали, Жакиев Марат, Қанат Ислам, кәсіби боксшы өзім білетіндер. Қазақ деген лақап аты бар. Және Тілек Манап, бұл АРБФ вице-президенті, төрешілер корпусының төрағасы, халықаралық дәрежедегі төреші. Оған да көрсеттім, себебі бұл төреші өзінің ереже жағынан жаңағыдай өзінің ойларын қосты. Енді міне бұл кітап 22-ші жыл шықты, қазақ бокс әліппесі. Бірінші бөлімі бұл мына біздің тарихымыз, қазақ боксының атасы Шоқыр Бөлтекұлына арналады. Міне
Шоқыр Бөлтекұлы енді бәрінге белгілі жаңағыдай қазақ боксының атасы, ең бірінші қазақ бокспен жаттығып спорт шебері атанған кеңес заман кезінде. Енді бұл жүрген аңыз шыны керек әлі зерттелмеген. Менің ойымша біздің мына жас спорт журналистері болмаса жас жаттықтырушылар Шоқыр Бөлтекұлының өмірін зерттеп, жаңағыдай әлі де ашылмаған, біз білмейтін әңгімелер, сол туралы кітап жазады деп ойлаймын. Себебі бұл да үлкен ғылыми жұмыс. Мен бұл жұмысымда Жұмабай Доспанов деген кісінің, марқұм болып кетті ол кісі, мына Қазақстан боксының атасы мақаласынан Алтын ғасыр деген журналға шыққан, нөмірі 40, Алтын ғасыр деген. Соның мақаласынан алдым. Бұл жерде өте қызықты мақалалар бар. Оның енді 1916 жылы дүниеге келген Шоқыр Бөлтекұлы. Ол Маңғыстау облысының Жармыш ауылында дүниеге келген. Сонда өсті. Жаңағыдай бұл жерде енді тарихы түгелмен бар осы жерде. Бұл Жұмабай Доспановтың негізгі әңгімесі, әдемі әңгімесі бар. Бұл мына физкультура институтының студенттермен кездесу кезінде жазылып алынған. Бұл жерде соғысып жүріп қандай қиындықтан өткен, және соғысып жүріп бокстың көмегімен қалай тірі қалған, қалай 3 фашисті тұтқынға алғаны да бар. Көп нәрселер бар осы жерде. Енді бұның бәрін айтып беру, түгелмен айтып беру мүмкін емес, бұны оқу керек. Енді мына екінші тақырып енді Қазақстан боксының тарихи деректері. Енді онда толтырдым, бұл 2018-ге дейін деректер жазылған. Себебі 2018-де жаңағыдай мен бұл кітапты жазып бітірдім. 18-ден бері 22-ші жылға дейін бұны шығара алмадым. Кейін Алланың қалауымен шығардық енді. Енді міне бірінші тарауы бокс мектебіден басталады. Дайындықты қалай жобалайды, жалпы дайындық деген не, оның ішінде қандай жаттығулар бар, осының бәрі осының ішінде айтылған. Жаттығулардың түрлері қандай бар, жалпы дайындық, гимнастикалық дайындықтар бар. Одан кейін дайындықта қалай бастайды, жүруден, жүгіруден, жүгірудің қандай амалдары бар. Одан кейін арнайы дайындық бар. Арнайы дайындықтың түрлері, жаңағыдай бокс қимылын қалыптастыратын жаттығулардың мысалдары көрсетілген. Енді екпінді соққыларды қалыптастыратын жаттығулар, енді бокстың қимылдарын жаңағыдай үйрететін жаттығулардың түрлерін мен жазып шықтым. Бұл ұсыныс ретінде ғой, ұсыныс ретінде. Енді қимыл шеберлігін үйрену үшін жаңағыдай қандай жаттығулар бар. Мына осы жерде жаңағыдай бұл түсіндіріп жазылған. Енді жұпты дайындық деген не? Сосын қолға бинт орау, оны қалай орайды, жеке жаттығулар қандай болады, айналмалы арнайы дайындық деген не? Сондай нәрселердің бәрі бар. Енді ар жағында енді ережеге көшіледі. Ереже, жалпы бокстың ережесі, және де мына денедегі жанды жерлер көрсетілген. Міне мына жерде денедегі жанды жерлер бұл соққы беруге ұқсат ереже бойынша. Міне мынау бел сызық, одан кейін мына жерде белгі бауыр, көк бауыр, құрсақ өрім, жүректің асты, төменгі аорта, жүректің жоғарғы аортасы, күре тамыр, 7 мойын, артерия, қан тамыры, 8 иек, 9 жақ, 10 құлақ шеке және шықшық шекеден соққы беруге болады. Белден төмен беруге тыйым салынған әрекеттер де жазылған мына жерде. Қандай
әрекеттерге тыйым салынған. Екінші тарау енді бокс әліппесі деп аталады. Бокс неден басталады? Боксты неден бастап үйрету керек? Сол айтылады. Ең бірінші бұл еңсе тіктеу. Еңсе тіктеу. Қорғаныс кезіндегі еңсе тіктеудің үлгісі, негізгі үлгі қалып, негізгі қалып. Одан кейін ол қалай тұрады, салмақ қалай, қай аяқта. Бұл жерде егжей-тегжейдің бәрі жазылған. Мысалы оқып бокста және жалпы жекпе-жек түрлерінде сақ болудың қалпы. Қорғаныс немесе шабуылды бастап кетуге өте ыңғайлы еңсе ұстау әдісі. Еңсе тік, бас пен жақты иық әрі қолмен қорғаймыз. Иық көтерілмейді. Бел түзу, ішпен бүйір бауырды шынтақ, бақпан, білекті қалқан етеміз. Төмен қаратылған шынтақ көтерілмейді. Адам баласы жаратылысынан қолы ыңғайына байланысты оңқай немесе солақай болып жіктеледі. Оңқай боксшы сол жақ үлгіде, ал солақай боксшы керісінше оң жақ үлгіде жұдырықтасады. Міне осылай жаңағыдай негізгі ережелер жазылған. Мысалы, мына жерде тағы айтайық бұл жерде нетіп аламыз. Кесіп тастаймыз. Енді бұл жалпы еңсе тіктеу. Негізгі қалыптың үлгісі ол әрине біркелкі болмайды. Бұл жаңағыдай алыс қашықта тұрғанда денеңді бос ұстайсың. Жақындаған сайын негізгі қалып жаңағыдай қорғаныс нық болады, қол жинақы, аяқтың арасы кеңдеу ұсталынады. Сондай өзінің ерекшеліктері бар. Оны да жазып өттім. Одан кейін мына жерде негізгі қорғаныстың немесе қалыптың жекешелендірген түрлері бар. Енді ол бірден жаңадан келген балаға жекешелендіруге болмайды. Тек қана бокс әліппесін үйрету керек. Тек қана бокс әліппесін үйренгеннен кейін барып, бірнеше жылдан соң тәжірибе жиналады, жарыстарға қатысады. Жарыстардан қатысып, өзінің ыңғайы, қабілеттілігі көріне бастайды. Өзіне ыңғайлы жекпе-жек стилі өзі шыға бастайды. Жекешелендіру басталады. Ол әрине бірден бастауға болмайды. Әрине балдардың бәрі еліктегісі келеді, еліктейді, қарайды, Сәпиев сияқты болғысы келеді, болмаса шетелдің боксшылары сияқты болғысы келеді, Тайсон сияқты болғысы келеді. Бірақ олардың бәрі ең бірінші бокс мектебінен бастаған. Содан кейін барып жекешелендіреді. Ең бірінші жаңағыдай негізгі қимылдар, негізгі әрекеттер классикалық түрде үйретілу керек. Енді еңсе тіктеу әдістері туралы мысалы мына жерде қандай қателері бар, соның бәрін тәлпештеп бәрі жазылған. Бірінші қате бар салмақты артқы аяққа салып шалқайып тұру, бар салмақты алдыңғы аяққа салып еңкейіп тұру. Алдыңғы қол төмен түсіп тұрады, артқы қол төмен түсіп тұрады. Қолдарын денеге қатты қысып алады. Басы солға қарап, оң жағы ашылып қалады. Жұдырықты қатты қысып алады. Артқы аяқтың өкшесі көтерілмей тұрады. Бірнеше жаңағыдай негізгі қателер бар, негізгі. Ол қателерді жаңағыдай балаға үйреткен кезде міндетті түрде қадағалап, жаңағыдай түзетіп отыру керек. Енді келесі тақырыбы енді бұл жұдырықтасудың арақашықтықтары. Жұдырықтасудың арақашықтығы бұл жерде де жаңағыдай бөлінген. Бұл қауіпсіз қашықтық дейді, жаңағыдай қарсыласқа дейін бірнеше қадам арақашықтық. Одан кейін қолжетімді қашықтық. Ол қарсыласқа бір қадам жасап барып жұдырықпен ұрып, немесе бір қадам жасап барып соққы тигізбей жұдырықтасатын арақашықтық.
қол жетімді дейді. 3 ол қол созым қашықтық. Бұл қарсыласпен қолдың ұзындығындай арашықта жүріп жұдырықтасатын әдіс. Міне, қолдың ұзындығында. 4-ші қашықтық бұл жақын қашықтық. Жақын. Бұл бүгулі қолмен жұдырықтасатын қашықтық. Көбіне оны қоян қолтық ұрыс деп атайды. Одан кейін міне жүру әдістері бар. Жүру алға, артқа, бұның бәрі міне осы сатымен көтерілгендей біртіндеп әліппедегі сияқты бірінші әріп үйретіледі, одан кейін әріптен буын, буыннан сөз, сөзден сөйлем құрастырылады. Ал сөйлемдерден жаңағыдай әдемі әңгіме болады құрастырылады. Сол сияқты мына бокс өнері де сондай. Біртіндеп осындай сатымен үйретіліп, бірінші қалыптан, сосын жаңағыдай қозғалу әдістері, жүру әдістері, бәрі бірінен соң бірі кәдімгідей өнер болып шығады. Соның бәрін қосып дұрыс пайдалану, жаңағыдай бұл да өнер. Одан кейін жүрудің алға артқа жүргеннен басқа түрлері бар. Ол мысалы барлап жүру, одан кейін аттап жүру деген бар. Міне мына суреттер, мына кітаптың ішінде. Бұл суреттердің, бұл жүрудің мысалы қалай жүру керек? Барлап жүру ме? Көрдіңіз бе? Бүкіл мына аяқтың табанның іздері жазылған. Бұны қарап отырып, осы жерден ұғуға болады. Аттап қалай жүреді, табанның сызығымен, оң аяқ, сол аяқ қалай жүрген. Бәрі берілген, бұл жерде бәрі түсінікті. Енді мынандай сұрақ туады да, жаңағы, ой, бұл жаңағыдай бұл суреттер қайдан алынды? Бұл суреттер интернеттен жаңағыдай алынды, интернеттен қарап отырып, сканерлеп, жаңағыдай үстін басып, компьютерлерге беріп, компьютершілерге беріп, әдемілеп тұр бастық. Енді бұл сурет жаңағыдай салғызатындай, ондай қаржы жоқ. Сол себепті осылай пайдаландық. Бірақ бұл нақты түсінікті бәрі. Бұл суреттер 1927 жылғы шыққан кітаптың ішінен алынды. Бұл Гетье деген француздың жазбасы, оқулығы Гетье деген. Ол Гетьені мына СССР-дің кезіндегі жаттықтырушылар, Градополов сияқты, оның алдында Худадов, тағы да жаттықтырушылар көп. Солар физкультура институтының кафедраларында жұмыс істеп жүріп, бүкіл кафедра болып жабылып жазған кітаптар ғой. Сонда мына Гетьенің жұмыстарын пайдаланған. Енді мен көшіріп алды деп айта алмаймын енді, бірақ енді пайдаланған. Гетье деген бұл Лениннің жеке дәрігері болған. Соның баласы Гетье. Ол Францияда оқыған, Францияда жүріп бокс тескен, кәсіби боксшылардың жаңағыдай спарринг партнер болған. Және де СССР-ге келген кезде, революциядан кейін, жаңағыдай осындай боксты насихаттау жұмысымен айналысқан. Міне солай. Енді бұл жүру негізі, бұл ең басы, бұл аяқтың жұмысына ең бірінші көңіл бөлінеді. Аяқтың жұмысы. Себебі бокстың негізі бұл аяқтың жұмысы. Шаршалаңда қалай қозғалады аяқтың жұмысы. Сосын бұл жерде қозғалудың, қорғаныстың түрлері жазылған. Енді қорғаныстың әдістері бұл бірнешеуі бар. Мысалы, жүріп қорғану бар, тигізбей, алға, артқа. Одан кейін дененің қозғалысымен қорғану бар. Белгілі бұл. Еңкею, бұғу деген сияқты. Шалқаю. Енді қолмен қорғану әдісі бар. Оны қалқандау деп аталады. Блок қой. Одан кейін алақанмен қорғану бар.
Енді сол қорғанулар әдісі қай кезде пайдалануға болады, соның бәрі осы жерде тәлпештеп бәрі жазылған. Там қолды ішке де қағады, сыртқа да қағып жібереді, жоғарыға да қағуға болады. Енді қолды жіпсіз байлауға болады, ағылшынша не ғой, клинч. Солардың бәрі мына бокс әліппесінде бәрі былай әдемі жазылған, түсіндірілген. Бұзау байлау деген бар. Енді мен бұзау байлау деп жазып қойдым, енді бұл клинч қой. Жаңағыдай қарсыластың басынан немесе желкесінен қолмен басу, еңкейту, қолтыққа қысып алу әдісі. Енді көрген жарсыңдар, көбіне бүйтіп басып қолтыққа басын қысып алады. Бұзау байлау деп атап қойдым да. Одан кейін қорғаныстың бір түрі бұл соққымен қорғану деген бар. Соққымен қорғану кросс-пари дейді. Одан кейін қорғанудың мына жерде ең тиімді түрі қандай екен, оны да талдаймыз да. Бұл жерде бұл кітапта мен талдап шықтым. Қорғанудың ең тиімді түрі қандай екен. Бұндай да тақырып бар. Соққылардың түрі мен атаулары. Міне қорғаныстың ең нашар қорғанысы қандай? Ең нашар қорғаныс, мысалы міне жекпе-жекте бет алды шегіне берген қорғаныс ең нашар қорғаныс. Бокста үнемі шегіне беру ең қауіпті қозғалыс. Себебі шабуыл шегінуден әлдеқайда жойқын. Қарсыластан қашқан сайын соққы тие береді. Сондықтан жақындай түссең, қарсыласыңа соққы жасауға ыңғайсыз жағдай туғызады. Тіпті болмай жатса, алға жылжып құшақтай кеткен олайда. Қолды жіпсіз байлау немесе бұзау байлау әдісін қолданған дұрыс. Төрешіні тыңдап, брейктен кейін бір қадам артқа шегінген соң жекпе-жек жалғаса бермек. Боксшы кез келген жағдайда үнемі дайын болу керек. Енді осындай тілмен жазылған, түсінікті. Бұны алып оқу керек болды. Бұның ішінде бүкіл сұрақтардың бәріне жауап бар. Енді соққыларға көшеміз. Соққылардың түрі, оның атаулары бәрі бар. Соққы қалай болады, қалай басталады, жарыс қайдан шығады, жаңағыдай жарыс, жойқын соққы қайдан пайда болады, ол үшін не істеу керек, қалай жаттығу керек. Енді мына жерде енді шыны керек, бұл көптеген кітаптарда жоқ. Мына аспаптарда соққыны қалай жасап үйрену керек, аспапқа дұрыс соққыны қалай соғу керек. Жалпы соның бәрі осы жерде бәрі жазылған. Мына жерде қапталдан жасалған соққы, свинг, хук, мысалы алдыңғы қолмен ұрған соққы, джеб, мысалы джеб соққылар, кросс соққылар. Ешқандай мен тек қана түсініктемелерін бердім да, ал соққының атаулары ағылшынша сол атаумен қалды. Мысалы апперкот, астан көтере жасалған ілмек соққы, свинг ұзын қолмен құлаштап жұмсалған құлаш соққы, хук бүгулі қолмен жасалған қармақ соққы. Міне бұл әдіс қос қолмен де орындалады, оң қолмен де, сол қолмен де. Суретте әдіс әр пішінді құрал аспапта ретімен орындалу мүмкін. Міне әр аспапқа ретімен қалай соғылады, оның бәрі көрсетілген. Бұл жерде енді тіптен осы кітапты алып ауылда өз бетімен де болады үйренуге. Егер жаттықтырушы болмаса, мысалы боксшылар, енді бокспен жаттығам деген бала өзі оқып, мына түсініп осыны, сосын барып үйренсе де болады үйренуге. Ал жас бапкерлерге бұл әдістеме өте мықты. Бәрі жазылған. Енді мына әртүрлі қорытындылар жасалады, қандай қателер бар, ол қателерді қалай түзейді, осының бәрі жазылған. Енді міне тағы бір көп адамдарды толғандыратын бір сұрақ, бұл жойқын соққының шығу табиғаты. Қайдан шығады жойқын соққы? Нокаутер дейді ғой, нокаут беретін соққылар қайдан шығады? Енді оны ғылыми тұрғыда зерттеліп, оның биомеханиканың заңдарымен әбден түсіндіруге болады. Мысалы, міне былай шартты түрде адам денесін бірнеше бөлікке бөлеміз.
табаннан белге дейін, дене мен бас, қолды бақпан және білек. Міне бақпан деген міне мына жерден иықтан мына жерге дейін. Мынау бақпан, мынау білек жұдырық. Оқырманға түсінікті болу үшін тұтас қимыл қозғалысты шартты түрде 3 сатыға бөліп қарастырамыз. Еңсе тіктеу ережелері сақталады. Қимыл негізгі үлгіден бастау алады. Бірінші саты: дененің екпіні аяқ бұлшық еттерінің жарыс күш қуаты негізінде туындалған дененің бастапқы жарыс жылдамдығы мен салмақтың көбейтіндісіне. Міне бәрі түсінікті. Дененің екпіні бұл бастапқы жарыс жылдамдығы мен салмақтың көбейтісіне тең. Екінші саты: бірінші сатыда туындаған екпін дененің айналу жылдамдығын еселей түседі. Еселенген екпін алдымен бақпанды лақтырады, одан кейін білек жұдырықты атып шығарады. Соққының жойқындығы білек пен жұдырықтың салмағы мен бақпанның атылған жылдамдығын көбейтісіне тең. Бұл физика, таза физика. Сонда бастапқы алынған екпін соққының күшіне тікелей пропорционал. Яғни алынған екпін немесе жылдамдық, жарыс жылдамдығы, аяқтың жарысы соққының күшіне тікелей байланысты. Яғни соққының күші оның батпандылығы аяқтың жарыс күшінен туындаған дененің екпініне тәуелді. Міне нәтижесінде батпан қол жаттығулары жалпы дене бұлшық еттерінің, әсіресе аяқтың жарыс қуатын арттыруға негізделген. Оның ішінде білектің күшін арттыруға бағытталған жаттығулар бар. Осы жерде физикалық көрсеткіштерді салыстыра келе жойқын соққының табиғатын талдап өтейік. Ең әуелі адам буындарының ерекше мықты болуы сүйектің тығыздығы мен ірілігі әсер етеді. Екінші, батпан соққы орындайтын шеберлікке байланысты. Үшінші, соққы қимылына байланысты. Бойдағы күш қуатқа тәуелді болады. Ол аяқ, бел, жамбас, дененің бұрылу, жазылу, жауырын, иық, қол, білектің бұлшық еттері. Қорытынды тоқ еттеріне келсек, қорытынды мынандай: батпан соққы дененің серпіліс, жарылыс күш қуатында шоғырланған. Дәлірек айтсақ, бұлшық еттердің сапасына тәуелді. Ол дегеніміз бұлшық еттердің жарылыс, серпіліс қуаттылығы мен тез қалпына келу қабілеті. Бұл төзімділік, шыдамдылық қасиеттері. Соққының жойқындығын арттыру мақсатында аталмыш дене бұлшық еттеріне ерекше көңіл бөліп, жан-жақты дамытқан дұрыс. Бірақ боксшыға ауыр жүкті көтеру жаттығуларымен аса көп әуестенбеу керек. Сақтықпен орындаған жөн. Әр адамның қабілетіне қарай бокс өнеріне маңызды жылдамдық, серпін, шапшаңдық қасиеттеріне кері ықпал тигізуі мүмкін. Міне. Енді мысалы қарсыластардың дене салмағы мен қимыл орындау шеберлігі бірдей болған жағдайда білегі мен жұдырығы ауырының соққысы жойқын шығады. Қазақтың күш білекте, қуат белде деген сөз осыдан шығады. Міне достар, жойқын соққының ең оғы, снаряд дейді ғой, оғы тиетін мына шоқпарға байланысты. Шоқпар бұл білек және мына жұдырықтың салмағы. Неғұрлым білек пен жұдырықтың салмағы мына жағы ауыр болса, соғұрлым соққы ауыр, соққы батпан. Бұл неге байланысты? Бұл адамның туғанына байланысты. Бұл мына буындардың ірілігі, мына сүйектердің тығыздығы. Сүйек тығыз болса, сүйек ауыр болады. Міне осыған байланысты. Ешқандай бұлшық еттің көлеміне, қолдың бұлшық еттің көлеміне байланысты емес. Тек қана мына білектің, жұдырықтың салмағына байланысты. Және жарылыс күшіне байланысты. Ол аяқтың жарылыс күші, мына аяқтың күші, жамбастың күші, белдің күші, арқаның күші. Міне, көрдіңдер ме? Міне осындай. Сондықтан да мына жалпы дене дайындығы кезінде, арнайы дайындық кезінде осы мына жақсы қимыл, тез қимыл беретін, жарыс қимылдарын жақсартатын бұлшық еттерді дамыту керек. Артық темір көтеріп әуестенген дұрыс емес. Артық салмақ шығады және де қимыл әрекеттері баяулап қалады. Міне осылай.
Енді ар жағы бұл шабуыл түрлері қандай болады. Бұл жалпы бірінші кітап, бұл бокстың негізі. Бұл бүкіл мына соққы туралы, шабуыл туралы бүкіл мәліметтердің бәрі осында. Бұл негізгі түсініктеме. Бокстың түсініктемесі, бокстың теориясы осы жерде. Бокстың теориясы осы бірінші кітабында. Енді шабуыл түрлері қандай болады, осында жазылған. Енді бәрін оқып беру енді мүмкін емес енді, бірақ менің ойымша оны кейінірек YouTube каналға түсіріп мүмкін әр сабақты сөйтіп шығарамыз ба оны алда. Енді міне мына соққылар туралы кетті. Енді соққыларға түсініктеме беріледі. Ол қалай істелінеді, ол қандай соққы, ол қай жаққа ұрылады, жаңағыдай бәрі бар бұның ішінде соққылар туралы. Енді ар жағы соққылар, одан кейін жаңағы міне мына кесте бар жасалған. Бұл тіркес қимылдар. Тіркес қимылды құрақ көрпе деген ат қойдым. Енді құрақ көрпе ол бірнеше іркес, тіркес, соққы және қорғаныс түрлерінен құралған күрделі қозғалыс. Соққы қорғаныс әрекетінен кейін немесе тұрған жерден бір қимылмен орындалады. Оның жылдамдығы мен ырғағын өзгертіп үйренген жөн. Бұл айлакерге тән қабілет. Енді оқу керек бұның бәрін. Міне бокс әліппесінің кестесі бар. Бокс әліппесінің кестесі міне бұнда оп-оңай берілген. Мысалы мына бетке бағытталған жіп беріледі. Бетке бағытталған жіп, алдын қол. Одан қандай қорғаныс бар? Қорғанысы оң қолмен алақанмен тіреу. Міне тіредіңдер. Қарсы соққы. Қандай соққы беру болады? Бетке бағытталған жіп, бір ішке бағытталған жіп, свинг. Свинг сол қолмен бауырмен бүйірге бағытталған. Немесе свинг сол қолмен құлақ шекемен жақтан бағытталған. Енді бұл кесте мына үйренудің негізі. Ішінде бәрі бар. Не керек? Және бұл суреттермен де көрсетілген. Мына жерде қай суретте осы қимыл көрсетілген, ол да бар. Қиын емес. Енді бұл былай ғой, міне. Бұл кесте белгілі бір соққыға қарсы қорғаныс және оған жауап есебінде қолданылатын қарсы соққының түрі. Аталмыш кестеде барлық әдісті жұптаса тұра шартты түрде алынған жекпе-жектерде орындалған соң шын жекпе-жекте жүзеге асатындай деңгейге жеткізу керек. Бұл жерде нұсқау беріледі. Қалай істеу керек? Енді жалған қимыл. Жалған қимылдарды қалай істейді? Жалған қимыл алдау. Ең қарапайым алдау қимылдар қандай? Шабуылда әдістері қандай? Бұл жерде бір соққы шегіну, бір соққымен шабуылда және қарсы соққыдан қорғану. Бәрі тәлпештеп, бәрі жазылған. Бұны мына жерде қоян қолтыққа түсініктеме берілген. Қоян қолтық қалай жасалынады? Негізгі түсініктемелері қандай? Қоян қолтық ұрысқа қалай жақындайды, қалай енеді? Жақындаудың амалдары бар. Ең қиын бұл жақындау амалдары. Бұл енді бокстесу үшін де боксқа қатысып, жарысқа қатысу үшін жүрек керек. Түсінікті ғой. Жүрек болмаса енді бокс үйрене алмайсың, шыны керек. Бұл батырлық талап етеді бокс. Тәуекелге баруға онда талап етеді. Енді бәрінің қолынан келмейтін өнер, бәрінің қолынан келмейтін іс. Сондықтан да оны бірден жаңағыдай қабылдау керек та, егер шынымен ол сондай. Енді ең соңында кеңестер берілген. Бокспен жаттыққан кезде, бокс үйреткен кезде негізгі кеңестер бұл 1000 рет қайталау әдісі. Бұл бокс өнерінің негізі амалдың орындау ретінің нұсқасы. Бокс өнерінің негізі амалдың орындау реті нұсқасы. Әр қимыл әріп. Әріптен буын, буыннан соң сөз,
сөзден сөйлем құрастырылады. Әр дайындық ол сабақ. Бокс үйреткен кезде сөзбен ғана емес, көрсеткенде дұрыс. Бапкер берген жаттығу мен тапсырмадан басқа әр өткен сабақ қайталауға негізделген абзал. Ауылда бапкер болмаған жағдайда, жаңа мен айтқаным, өз бетімен де үйренуге болады. Ол үшін мұқият оқып, қимылды ойда қайталап, ұққан жөн. Анық, жеткен, түсінікті қимылды орындау жеңіл. Бокс өнерінің іс-қимыл ретінің аяғы мен басы болады. Жұдырықтасу амалдарының қимыл ретін орындау нұсқасын жетілдіретін әдіс бұл қайталау жаттығулары. Бокс кәсібін игеру тәртіпке негізделген. Өткен сабақты бос уақытта қайталап, күнделікке жазып отырған әдетке айналдыру керек. Сөйтіп тәртіп орнайды. Бокс мектебінде амал тәсілдер көп. Оның бәрін үйрену 5 қару асынғанмен тең. Ал барлығын орнымен пайдалану бұл шеберлік. Жадыда жатталған 1000 рет қайталау әдісі дайындықтың негізі, шеберлікке алып баратын бірден бір жол деп жаздым мен. Енді бәрі түсінікті мына жерде. Енді оқысаңдар. Енді бокс үйренген кезде енді әрине әр адам әртүрлі қабылдайды, әртүрлі қабілеті бар. Мысалы, үйрену қабілеті, икемділікті анықтау. Сосын мына жаттықтырушыларға және де жас боксшыларға негізгі амал күрделі қимылдарды бірден жасау мүмкін емес. Сондықтан да әр күрделі қимылды андай қарапайым қимылдарға бөледі. Одан кейін жеке-жеке үйренеді қарапайым қимылдарды. Одан кейін біріктіріп жасайды. Ал бірден ондай күрделі қимыл жасау мүмкін емес. Солай. Енді міне күрделі қимылдарды үйрену үшін тұтас қозғалысты бірнеше қарапайым қимылдарға бөліп, оларды әбден жаттап, үйренген соң барып, ол толығымен орындалады. Дайындық барысындағы жаттығулардың үлгісін, орындалу сапасын қадағалауды, жаттығу күнделігін жүргізуді әдетке айналдыру керек. Міне, мен соны ескертіп отырмын деп жазып отырмын. Міне, бұл енді оқырман, бұл менің мына жазған тілегім енді, ойым. Құрметті оқырман, аяғына дейін оқып, өнер іздеген мінезіңнен айналып кетейін. Биіктен көрдіңіздер. Екінші кітап шеберлікті жетілдіретін арнайы дайындық және мамандырылған жеке дайындық, жекешелендіру деп аталады. Онда әдістемелер бар. Енді мына кітаптың шығуына түрткі болған бір оқиғаны айтып берейін. Бұл негізі болған, Алматыда болған нәрсе. Мен Алматыда бір бокс залында жеке дайындықты аяқтап, балалар тобын тамашалап отырдым. Енді қай зал екенін айтпай ақ қояйын, енді кімдер біледі, Алматыдағылар. Енді қазір ол жақсы. Енді арасында орысша білмейтін екі бала жүр екен. Айналасына жалтақтап бір-біріне қарап қояды. Қастарына барып түсіндіріп тұрсам, кеңес заманының ақсақалы, орыс бапкер айтады: боксшы болам десе, орысша үйренсін деген бар емес пе? Сол сөз сүйектен өтіп кетеді. Одан кейін біраз сөзге тіреліп қалдық. Мен үшін ана тілінде бокс оқулығын жазу бұл үлкен бақыт. Міне, мен үшін өз тілімде жазған оқулық үлкен бақыт, абырой, аңсаған арман, кәсібімнің ең тәтті жемісі. Ойымша, қазағыма пайдалы болсам, одан артық бақыт жоқ. Оқырманның пікірі мен үшін өте қымбат. Егер сұрақтар мен ұсыныстарың болса, хабарласыңдар. Бір-бірімізді қолдаудан шаршамайық ағайын. Кітап шығаруға қолдау көрсеткен барша менің таныс достарыма алғысым шексіз. Міне, мына жерде Тұрсынғали Еділовтың өзінің жазған маған тілегі, пікірі. Мына жерде Мырзағали Айтжановтың жазған, Марат Жакиев өзінің тілегін жазған. Мынау Қанат Ислам. Бұл Қанат Ислам мына кітапты жазуға тікелей ықпалын тигізді. Ол 2017 жылы деймін, өтірік айтпай, 2016 жылма Қанатпен мен оған қол жазбаны бергенмін. Ол оқып отырып, ол оқыды, одан кейін сол оқығаннан кейін маған келіп айтты: аға, сіздің оқуыңыз өте қажет, өте керемет оқулық деді. Содан айтты да, бұндай қысқа, қамшының сабындай қысқа өмірде жақсылық жасамаймыз ба,
балдарды тәрбиелеп үйретпейміз бе, одан артық бақыт жоқ қой, өзіңіз білесіз деп та мен қолдау көрсетемін деп айтты Қанат Ислам. Қолдан келгенше көрсетіп жүр. Иә, міне сол, міне мына осымен бірінші кітапқа шолу, қысқаша шолу аяқталды. Аман сау болыңдар, жақсылықта кездесейік.